Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, құрметті көрермендер. Біз қазір Талғар қаласында, Алматы облысында келіп Тұрсынғали Едилов ағамыздың, атақты бапкеріміздің турнирі болып жатыр. Қазір фестиваль олимпийский единоборств Алматы облысының спорт және дене шынықтыру осындай фестиваль өткізіп жатыр. Атақты ағаларымыз келіп жатыр. Мұхтархан Ділдәбеков, Нұрбақыт Кенесбаев, Ермахан Ибраимов, Мадихан Сауданбеков, тағы да басқа атақты отандастарымыз сол Тұрсынғали Едилов ағамызды сыйлап, сол турнир құрметіне келіп, сый көрсетіп, бізді Тұрсынғали Нұржақыпұлына құттықтаймыз. Бәрі подробности біздің репортажда. Осындай батыр ағамызға құрмет көрсету ретінде Алматы облысының әкімдігінен осы турнирді ұйымдастырып өткізіп жатырмыз. Бұл бүгінгі Тұрсынғали ағамыздың жарысы жылда дәстүрге айналатын үлкен республикалық халықаралық турнирларға қосылады деп санаймын. Qancha
Учредитель Динамо қоғамы солардың атынан бір сыры кісілерге
жетіп, енді бапкерлер енді мақсаты ғой олимпиададан 2 алтын, 2 күміс алып келуге. Өзіңіздің ойыңызды сол жарыс туралы айтсаңыз. Енді біз мен өзім командаға 97 жылдан бастап мынау Идилов Тұрсын ағаның қолына келдім. Қазақстан біріншілігін жеңіп, содан бері 2000 жылға шейін жұмыс жасадық. Бұл Идилов Тұрсын ағамыздың тәжірибесі өте мол. Қалай жұмыс жасауын, қалай балдарды жарысқа шығаруының барлығын, соның арқасында міне қазір Сидней олимпиадасындағы көрсеткіш әлі болған жоқ. Сондықтан міне бұл ағамыздың атынан қазір Талғар қаласында жарыс өтіп жатыр. 2008-2009 жыл жас балдар. Енді ағамыз ол Идилов Тұрсын ағамыз қазір бапкерлігін әлі қоймаған. Мынау құрмет демалыста болса да шәкірттер дайындап жатыр. Енді өзінің ішіндегі тәжірибесінің барлығын қазір шәкірттеріне береді деген, олимпийский чемпион болады деген ойдамыз. Сондықтан міне осы Алматы облысы Талғар қаласында олимпиада жеңімпаздары бола берсін, еліміздің туын көтеретін азамат бола берсін деп тілейміз. Рахмет. Аумин. Мұхтархан аға, сіз үлкен жекпе-жек өткіздіңіз. Рубалка, Саидов, Самуэль Питер, тағы да басқа мықты әлемнің боксшыларымен. Сол спортта мотивация деген ең такой маңызды нәрсе да. Тұрсынғали ағамыз сол уақытта біз жолдама алған кезде мені ауыр салмақты сол мемлекеттерге жіберіп отырды, бөлек командадан. Мынау 75 салмаққа шейін Азия континентіне жіберіп отырды. Мені мынау Куба, Африка, Америка, мынау Европаға мені бапкермен бірге, Сафинмен бірге бөлек жіберіп отырды. Міне соның арқасында біз жетістікке жеттік. Енді ол Тұрсынғали Идилов ағамыз, оның қарамағындағы бірге жұмыс істеген бапкерлердің барлығы жақсы, 2000 жылдары жақсы болды. Соның міне Ермахан ағамыз, Бекзат марқұм ініміз, Болат Жұмаділов барлығы өзінің орнында осы Идилов Тұрсын ағамыздың айтуымен, соның жолымен жұмыс жасады. Жұмыстың арқасында міне солай болды. Мұхтархан аға, енді өзіңіздің інілеріңіз, бауырларыңыз Қамшыбек Қоңқабаев, Иван Дычко деген біздің тяждар әлемде жоғары нәтиже көрсетіп, қазақтың туын биікке көтеріп жүр. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Қашан бізде сол олимпийский чемпион? Енді ауыр салмақтыдан мен өзім қазір Чимкент қаласында жұмыс жасап жатырмын, мектептің басшылық етемін. Осы бір 8-9 жылдан бері осы ауыр салмақ өзімнің ізбасарымды даярлаумен жұмыс істеп келатырмын. Енді өзім ауыр салмақты болғандықтан мен қазір жеңіл салмақтылармен жақсы жұмыс істеп кеттім. Ауыр салмақтылар кішкене жалқаулау болады екен. Сондықтан міне 1000-нан бір тұлпар дейді. Соны барынша біз ізбасарымды дайындап жатырмыз. Келесі олимпиада алдымызда уақыттарда Құдай бұйыртса олимпиада тұғырында ауыр салмақтың көреді деген, көреді, сіздер көресіздер. Аумин. Құдай қаласа, соған жұмыс жасап жатырмыз. Мұхтархан аға, енді қазақ жанкүйерлері сізді сағынып, не істеп жатыр батырымыз деп өзіңіз айтып берсеңіз, сол енді не так часто осылай келесіз, мұнда Тұрсынғали ағаның жеріне келіп, құрмет көрсетіп, енді жанкүйерлерге. Енді менің барша жанкүйерлерім, мені көргісі келетіндер бар. Сондықтан міне мен қазір Шымкент қаласында сол жақта жұмыс істеп жатырмын. Осы спорт саласындамыз. Енді мен Құдай қаласа осы Тұрсын ағай Идилов өткен айдында осындай жоспар болып жатыр дегесін
мен ағайымыздың, ол біздің как әкеміз сияқты болды. Бұл кісінің осындай қошеметіне, осындай қуанышына келмеске. Сондықтан мен жұмысымды қазір жиыстырып, осы ағамның шашбауын көтеруге келдім. Маке, енді анау өлең бар ғой, орысша команда молодости, нашей команда, без которой енді сіздердің заманыңызда Dream Team болды ғой. Сол өлеңді естіп, есіңізге келтіре ма? Ол өлеңді естіген сайын біздің сол спорттық өміріміздің барлығы алдымыздан өтеді. Енді еліміз тыныш болсын, Құдай қаласа, енді спорт саласындағы азамат болғандықтан біз тек спорттың ойлаймыз, жатсақ, тұрсақ та, міне еліміздің туын желбірететін батырлар, батыршалар көбейе берсін. Рахмет. Рахмет сізге, іске сәттілік. Еңселіміз болашағын әлем таныған, темір білектек тұрпақпыз тасқа жаныған, қайдырмашы елімізді осы бағынан. Стоит объективно подчеркнуть, что турнир, прошедший на призы заслуженного тренера Республики Казахстан, самого успешного наставника олимпийской сборной страны Турсунали Идилова, прошел на высшем уровне. Большой урожай наград выиграли представители Алматы, которые помимо золотых медалей принесли в копилку Алматы Боксинг Тим также серебряные и бронзовые медали. Победителями турнира на призы заслуженного тренера Республики Казахстан Турсунали Идилова стали в весе 32 килограмма Ирза Жарас, Алматинская область, 34 килограмма Акбаржон Рустамов, Узбекистан, 36 килограмм Сейдахрор